Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Ал біз сіздерге бүгінгі жаңалықтарды жеткізуді жалғастырамыз. Алматы облысында 9 қаңтарда үйлену мақсатында жас қызды оның келісімінсіз алып қашып кеткен. Бойжеткен 28 қаңтарда қашып шыққан. Сол күнге дейін таяқ жеп, зорланған, қорланған. 29 қаңтарда қыз анасымен бірге полицияға арыз жазады. Алайда сол күйі оған сараптама тағайындалмаған. Жыныстық қол сұғылмаушылыққа қарсы қылмыс туралы арыз Ұйғыр ауданы бойынша сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізіліміне тіркеліп, тергеу басталды. Қазіргі уақытта Ұйғыр ауданы тергеушісінің ұйғарымының негізінде Талғар аудандық ПП жедел іздестіру шараларын жүргізіп жатыр, деді Бауыржан Әленов. Ол тергеу барысында өз бақылауына алғанын баса айтты. Бізді бақылауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.